Сабақ тақырыбы тозаңдану және ұрықтану. Гүлді өсімдіктің жынысты көбею мүшесі гүл. Ол қосымша және басты мүшелерден тұрады. Гүлдің басты бөліктері көбею мүшелері аталығы мен аналығы. Аталығы тозаңқаптан және аталық жіпшеден тұрады. Тозаңқаптағы тозаңдарда аталық жыныс жасушалары орналасқан. Аналығы аналық аузынан, мойны және түйіннен тұрады. Түйінде аналық жыныс жасушалары орналасқан. Гүлдің қосымша бөліктері, яғни өсімді мүшелері, оларға гүлсағақ, гүлтабан, тостаған жапырақшалар және күлтелер жатады. Тозаңдану дегеніміз аналық аузына тозаңның түсу үдерісі. Тозаңдану үдерісінен кейін ұрықтану жүзеге асады. Гүлдерде тек қана аналықтары немесе тек қана аталықтары болуы дара жынысты гүлдер дейді. Мысалы, жүгері өсімдігі жатады. Бірақ көптеген өсімдіктерде аталығы да аналығы да болады. Оларды қос жынысты гүлдер дейміз. Мысалы, қызғалдақ, раушангүл, алма, өрік, шие, алмұрт секілді өсімдіктер жатады. Тостақанша және күлте жапырақшаларды гүл серігі дейді. Гүлсерігі жай және қос гүлсерікті боп бөлінеді. Гүлсерігі болмайтын гүлдерді гүл серіксіз гүлдер дейміз. Оларға тал, шаған, терек, еменнің аналық гүлі жатады. Тек күлте жапырақшалары бар өсімдіктер қызғалдақ, лалагүл, інжугүл. Тек тостақанша жапырақшасы бар өсімдіктер қалақай, қызылша, қымыздық, еменнің аталық гүлдері, қарағаш гүлдері жатады. Қос гүлсерікті өсімдіктер, яғни тостақанша және күлте жапырақшасының екеуінің болуы алма, өрік, шие ағаштарының гүлдері жатады. Күлте және тостақанша жапырақшалар біріккен және бірікпеген деген түрлері бар. Тозаңдану негізінен өздігінен тозаңдану, айқас тозаңдану және жасанды тозаңдану болып бөлінеді. Өздігінен тозаңдану сол өсімдіктің тозаңы аналық аузына түсуі, яғни бір өсімдіктің өзінде ғана жүзеге асады. Оларға егіздік бұршақ, жер-жаңғақ, бидай секілді өсімдіктер жатады. Айқас тозаңдану екі өсімдіктің арасында жүзеге асады, ал жасанды тозаңдану адам қолымен жүзеге асады. Айқас тозаңданудың бірнеше түрлері бар. Ол жел арқылы тозаңдану, олардың тозаңдары құрғақ әрі жеңіл және саны көп болады. Жәндіктермен тозаңданатын тозаңдар жабысқақ әрі кедір бұдырлы болады. Өйткені гүлге қонған жәндіктердің аяғына жабысу үшін бейімделген. Және ондай гүлдер ашық реңді, хош иісті, тәтті, шірне бөлетін болып келеді. Ол осы қасиеттер арқылы жәндіктерді өздеріне еліктіреді. Жануар арқылы тозаңдану, мысалы, колибри құс арқылы тозаңданатын өсімдіктер бар. Су арқылы тозаңдану, су өсімдіктері, су лалагүлі, тұңғиық секілді өсімдіктер тозаңданады. Мұндай өсімдіктердің тозаңы суға батпайды, іші қуыс болып келеді. Жапырақшалары қалқып жүрген тозаңды аналық аузына бағыттайтын ерекше иірім жасайды. Енді оқу тапсырмасы. Бірінші тапсырма бойынша гүл бөліктерінің аттарын жазыңыз. Екінші тапсырма бойынша тозаңдану түрлерін атаңыздар. Тапсырма жауабын бірге тексерейік. Аналық, аталық, күлте, тостақанша және гүлтабан. Тозаңдану түрлері өздігінен тозаңдану, айқас тозаңдану және жасанды тозаңдану. Екінші тапсырма бойынша тозаңдану түрлері берілген. Осылардың сипаттамаларын және мысалдарын кестеге жазып алыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы, келесі кездескенше.